Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Бүгінгі тақырып шілдехана мен жарысқазанның айырмашылығы туралы болмақ. Жарысқазанның не екенін білесіз бе? Білмесеңіз, видеоны соңына дейін көріңіз, арнама тіркеліңіз. Сонымен, жарысқазан бүгінде ұмыт болған салт-дәстүр. Бұрындары әйелдер емханада емес, үйде босанатын кезде жарысқазан салты қарқынды түрде жасалынған. Жарысқазан жүкті әйелдің шын толғағы қысып, дүниеге бала келуге дайын болған кезде жасалынатын салт-дәстүр. Анығырағы, ананы толғақ қысып жатқанда жанындағы әйелдер қазанға жүгіріп, толғақ тез піседі ме, әлде ас тез піседі ме деп тез даярланатын ас пісіруге кіріседі. Яғни қазан мен толғақты жарыстырады. Бұл ұрымды жасаудың астарында дүниеге бала қиналмай келсін, ананың толғағы жеңіл өтсін деген ниет жатыр. Қазандағы ас пісем дегенше сәби дүниеге келе қалса, айналадағы адамдарға жар салып, сүйініш сұраған. Солай жарысқазан шілдеханаға ұласқан. Ал шілдехана бала дүниеге келгеннен кейін жасалынатын салт-дәстүр. Жарысқазан жасау барысында қуаныштан гөрі көңілдің күптілігі, үміт ету, дұғада болу, ананы қолдау сияқты сезімдер басым болады. Ал шілдеханада жаңағы шер шыққан жүйке қыртысы жазылып, уайым сейіліп, қуаныш айналаны шарпиды. Дүниеге ұрпақтың келуіне байланысты ақ дастархан жайылып, ақ тілектер тіленеді және ән шырқалынады. Ана мен бала өздеріне жасалған ілтипатқа бөленіп жатады. Қорыта айтқанда, жарысқазан дүниеге бала келгенге дейін жүктілік кезеңінде жасалынатын салт-дәстүр. Ал шілдехана дүниеге бала келгеннен кейін жасалынатын салт-дәстүр.